Құрметті оқырмандар, арнама қош келдіңіз. Löпіл басып, арнама тіркеліп, қолдап кетіңіз. Баршаңызға бақыт тілеймін. Өзімнің мініме құлағым керең, кісінің мінін қырымнан көрем. Олақ адам міншіл келеді, оңбаған адам күншіл келеді. Көзіңді аш, оян қазақ, көтер басты, өткізбей қараңғыда бекер жасты. Жер кетті, дін нашарлап, хал арам боп, қарағым, енді жату жарамасты. Жәннат кілті ананың табанында, сондықтан қалдырмаңдар нала мұңға. Алланың мейірімін ала алмайсың, анаңның кірбің тұрса жанарында. Өмір сезімтал адамдарға трагедия, ал ақылды адамдарға комедия. Су сұйық болғанымен тас жарады, жел құз жартасты құмға айналдырады. От жұмсақ болғанымен қатты ағашты күл етеді. Байқап отырсақ, жұмсақ нәрсенің бәрі ең соңында келіп, қаттыдан әлде қайда құдіретті әрі күшті болып шығады. Ертексіз өскен бала рухани мүгедек адам. Біздің қазіргі балаларымызға әжелері, не шешелері ертек айта бермейді, содан қорқам. Бір қария өз шәкірттеріне ақ қағаздың ортасына нүкте қойып, не көріп тұрсыңдар деп сұрайды. Шәкірттері нүкте, қара нүкте, қою қара нүкте деп әртүрлі жауап береді. Жауапты естіген ұстаз көзіне жас алады. Шәкірттері неге жас алдыңыз деп сұрағанда ұстазы: сендер кішкентай ғана нүктені көріп, үлкен ақ қағазды көрмедіңдер. Адамдарда солай, біреудің кішкене қатесін көріп, үлкен жақсылықтарын көрмей қалады деп жауап берген екен. Жүрегі таза адамдардың жаны әрқашанда жаралы болып жүреді. Себебі өзім деп сенген адамдары оның жан дүниесін жаралауда. Бұл оның әлсіздік танытқаны емес, керісінше жан дүниесі сұлу болғаны соншалық ешбір жанға өз жағынан зиян тимеуін қалағаны. Жеке тұлғаңды дамытатын қадамдар. Сені сатып кеткен адамға оралма. Менсінбейтін адамдардан алыс бол. Амандасқанда тұрып, құрмет көрсет. Мақтану үшін өміріңді құрбан етпе. Әрқашан дамудың жолын ізде. Сенің артыңдағы адамдарды қорға, алдыңдағы адамдарды құрметте. Сұраққа бірден жауап берме, ойлан. Жақсы қарым қатынасқа жалынба. Шақырылмаған жерге баруға сұранба. Қандай себеп болса да жақсы киін. Ұтылсаң ақшамен ғана ұтыл. Қайта табылды, амалы табылды. Қарыз болып қалуға да болады. Жөні табылады, қайтаруға болады. Бірақ денсаулығыңды, үмітіңді, көңіліңді, адамгершілігіңді және өзіңді жоғалтпа. Кері жол жоқ, ешқандай мүмкіндікте қалмайды. Адамды сыйлау өз қалауыңыз. Таңдау мен талғамға талас жоқ, бірақ адамға құрметпен қарау сіздің тәрбиеңізді айқындайды. Өзін бағындыра алмаған адамның биік шыңды бағындырамын дегені бос әңгіме. Ада болма, адам бол, адами қасиетіңнен ажырама. Келіп ақ түс, бітер қара жолағы, бәлкім бақыт, бәлкім қайғы жонады. Қанша жерден болжасаң да бәрібір бір Алланың бұйырғаны болады.
Тәуекелсіз жеңіс жоқ, жаудан қашып емес, қорғанып және шабуылға шығып құтыла аласың. Кісіге етпе жамандық, қайта соғар өзіңе, құдығыңа түкірме, су ішерсің көзінен. Төмен жанды кемсітпе, не боларын білмессің, іс түскенде басыңа, зар боларсың сөзіне. Бір үйдің баласы болма, бүкіл елдің санасы бол. Бір елдің баласы болма, бар елдің данасы бол. Бір тонның жағасы болма, көп қолдың ағасы бол. Ақты ақ деп бағала, қараны қара деп қарала. Өзегің талса, ел ішін арала. Басыңа іс түссе, көпшілікті сағала. Өзің кәміл бол, халқыңа әділ бол. Жауыңа қатал бол, досыңа адал бол.